келдіңіздер. Менің есімім Александр Македонский. Егерде мен сіздерге керек болсам, Томирис деп шақырсаңыздар болады. Мінеки меню ала қойыңыздар, тапсырыс бере қойыңыздар. Так, маған мясо по-тайски, цезарь салат, оливье салат, кычины, пирожное, сок және кальян. Болды. Айтпақшы, бізде картоп пино атты өте дәмді суши бар. Бәлкім қызыңызға алып беретін шығарсыз? Әрине. Тамаша. Ал сіз неге тапсырыс бересіз? Маған қара шай. Бая сайына 500. Мәштеңіз әдемі екен. Өзіңіз кім? Қой, папаңыз ба біреу алып берген жер? Неге олай дейсіз? Өзім әншімін. Чехолыма қарап жаман ойламаңыз. Сапожник 5 сапог деген сияқты ғой. Болды, келді. Ренжімеңізші. 100 теңгем жетпей қалды. Соткаңыз нөміріңіз бере салыңызшы, мен сізге баланс қоя салайын. Жарайды онда. Маған бағанағы әніңізді айтып берсең. Алдасаң да, арбасаң да, таңдасаң да, басқаны сен жаным. Қалмасаң да, әрқашан да, арналады енді әнім. Ай, жақсы ма? Күннен сұрап, айдан сұрап, жауабы жоқ, қайран сұрап, өзің дейтін, көзілмейтін кездер ай. Аңсаттырып, шашаттырып, арамызда алшақ қылып, қамығатын, сағынатын сөздер ай. шақырмаймын. Сен не бақсыусың ба не? Бақсыуымын. Класстан еш жарамасын. Бірінші. Кішкентай дуатпен шықпайсың ғой. Сұғам, бір пердем алдында жылап қалды. Асыл, мен шасың ба? Мен шықасың ба? Бір пердем сұғам. Жетейсе біздің папа мен шасың ба не? Папа айтам, айтып кеттің. Папа айтам. Сұқпайым? Үлкен ғой ол. Деу ғой. Кішкентай кезде кішкентай болған ғой. Асыл, мен шасың ба? Ананы бір пердем бытшып қойған. Шасың ба? Сұғам. Жетейсе жетінші класста арнамен шасың ба не? Сұқпайым? Сен арнамен шыққан деп айтып қойып берсін айтам. Бытсын жап дейтін. Сұқпай, айтпа. Асыл, мен шасың ба? Мен шасың ба? Сұқпайын. Сен не? Бірінші класста әлшермен шықпайсың ба не? Сұғам, бір пердем алдында сұрақ қалды ғой. Ұрам ғой. Сен екі оқисың да, бірінші класста әлшермен шықпайсың. Үй жақта балалардың бәріне айтам, сені әлшермен шықпайды деп сен чотсың айтам. Сұғам мен ол не? Сұғам әлшер мен ол. Детство, детство, ты куда бежишь?